Сәлем достар, бүгін орешки дайындайтын боламыз. Онға бір қасық разрыхителімізді салып араластырамыз. Оған майымызды салып, қолмен ұнтақ болғанша үгітеміз. Жақсылап өгітіп алғаннан кейін бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа мен қантымызды салып миксерлейміз. Қантымыз ерігенше миксерлеуіміз керек. Еріген қантымыз бен жұмыртқамызды біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ қамыр болу керек, қолға жабыспайтын. Қамырымызды алып, холодильникке салып қоямыз. Шетінен үзіп осындай дөңгелек жасаймыз. Орешкиміздің көлеміне қарай. Салмасына мен вареный сгущенкамен орех қостым. Жасап көріңіздер, өте дәмді шықты.